Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен алмадан жасалатын өте дәмді джемнің рецептімен бөлісемін. Жасалу жолы оп-оңай, кез келген тәттілердің арасына салуға болады. Булочка, печенье, пирогтардың арасына салатын болсаңыздар, үйде дайын болып тұрады. Менің рецептім бойынша жасауға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бақшадан алмаларымызды теріп аламыз. Барлығы жерге түсіп қалған. Енді жинап аламыз. Сумен барлығын 2 реттен жуып аламыз. Алмалар күнде ұзақ тұрып қарайып кеткен. Бұндайларды да пайдалана беруге болады. Шірігі болмаса болды. Бұл жұмсақ, тәтті алма. Алмаларымызды жақсылап жуып тазалап алдық. Енді қабығын ашып шығамыз. Егер сізде блендер болса, қабығын ашмай-ақ жасай беруге болады. Менде блендер жоқ, сондықтан ет тартқыштан өткіземін. Сол үшін қабығын барлығын ашып аламын. Қабығын ашып болғаннан кейін ет тартқышқа сиятындай етіп турап шығамыз. Мұндай қарайған, шіріген жерлер болса, алып тастаймыз. Қабықсыз қанша алма шыққанын білу үшін алмаларымызды таразыға салып өлшейміз. Бізде 2 килограмм 220 грамм алма шықты. Алмамызды енді ет тартқыштың ең ұсақ тісінен өткізіп аламыз. Алмамызды ыдысқа салып, газге қойдым. Оған 150 граммдай су құямыз үстінен. Және 1 килограмм қант саламын. Сонда 1 килограмм алмаға 500 грамм қант салынады. Менде 2 килограмм алма. Сол үшін 1 килограмм қант салдым. Жақсылап араластырамыз. Қайнағанша оттың астын жоғары қоямыз. Асты күйіп кетпеу үшін үздіксіз араластырып тұру керек. Қайнатқан кезде осындай эмаль ыдысқа қайнатса, сол жақсырақ болады. Түбі күйіп кетпеу үшін араластырып тұрамыз және ыдыстың асты қалыңдауын таңдаған жөн. Бізде алмамыз қайнап шықты. Енді 40-45 минуттай астын баяу отқа қойып, қақпағын жауып қайнатамыз. Нақты қанша уақыт кететінін толық айта алмаймын, себебі әркімде ыдыстың көлемі және алманың көлемі әртүрлі болады. Түсі қоңырқайланып, қоюланғанға дейін қайнатамыз. Мұнда банкаларды стерилизовать етіп жатырмын. Мұнда қақпағы қайнап жатыр. Повидломыз дайын болып қалды. Солай қою болу керек. Менде 40-45 минуттай қайнады.
Суығаннан кейін бұдан да қатты қою болады. Енді банкаларымызға құя береміз. Ыстықта енді банкамызға құямыз. Қақпағын қатты қысып бұрап тастаймыз. Осылай банкалардың бәріне құя береміз. Салқын, қараңғы, күн түспейтін жерде сақтауымыз керек. Егер банка ашылған болса, тоңазытқышта сақтаймыз. Қақпағын қысып бұраймыз. Осымен достар, біздің алмадан жасалған джем дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады, қою болып шығады. Сіздер де менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Дайындалуы оп-оңай. Мен бұл джемді печеньенің, булочка және пирогтардың арасына салуға дайындадым. Шаймен ішкенге, нанға жағып жегенге де өте жақсы үйлеседі. Дәл менің рецептім бойынша жасап көрсеңіздер, сіздерде өте керемет болып шығады. 2-3 жылға дейін қақпағын ашпай, салқын жерде сақтай беруге де болады. Егер менің рецептім сіздерге пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сау сәлеметте болыңыздар.